болса бір штраф қой. Ештеңе етпес. Жақсы емес қой штрафта. Басқаны үшін Аны шайып тұр ғой. аны Салай ғой. Жай? Ау. Жай? Жай емес. Мен просто қалып құжаттарды бере салам ба? Просто қалып құжаттарды бере салам ба? Просто емес, мосттың үстінде басып оқып кетті. Басып озып тыйым салынған. Содан? Енді? Жол жүру ережесін Енді? құжаттарын бере алмаймын. Жай, неге берем мен саған? Неге берем? Неге берем саған құжаттарын? Хаттама толтыру үшін. Хаттаманы алып кел бәрінше. Маған указ етпеңіз, алып кел бәрінше. Құжатты бере алмайсың, тоқтату себебі. Не понял, сен қалай қойсың сен вообще? Указ етем той. Указ етем, не указ ету болмай ма сендерге? Болмайды просто. Мен саған отжимание істеп жатырмын да, мен саған басқа бірдеңе деп жатырмын да. Сізге болады. Мен саған емес, сізге деймін. Маған бәрібір сен қалай саған дейін ба, саған демеймін ба? Құжатыңызды бере алмайсың. Жоқ, сен онда сен саған деп сөйлеуге болмай ма? Саған деп сөйлеуге болмай ма? Онда екі протокол алып келсең. Біріншісі саған деп сөйлеген үшін, екіншісі манағы алған тоқтату себебі айтылды ма? Тоқтату себебі айтылды. Түсіндіңіз ғой да? Иә. Құжатты бере алмаймын. Енді мен жүре берейін бе қазір? Құжатыңызды бере алмаймын. Неге берем мен? Неге берем саған? Енді сен бірінші маған дәлелдеші, айтшы. Маған әкел, көрсет, міне. Сосын мен саған не протоколға келесің, мен саған берем, үшін отырамыз. Түсінбедім. Олай емес, заң бойынша. Ал заң бойынша айтшы сал, жақсы. Заңның 52-ші бабында жазылған. Ал айтшы сал, заң бойынша қалай, иә. Тоқтату себебі жүргізушіге айтылғаннан кейін, иә, құжатыңызды беруіңіз керек. Ша, кәдімгідей бере салуың керек осылай. Сосын сен алып кетесің ана жаққа. Ол үкімет берген құжат қой сізге. Иә. Жоқ, ол асықпа, ол жағын асықпа. Біздің органнан берілді ғой, дұрыс па? Иә, енді мен саған құжаттарды берем. Сен барып хаттама толтырып келесің. Мен көзімше толтырмайсың. Осы жерде толтырамын. Енді осы жерде толтырсаң алып келші уже, какая разница енді саған? Құжатыңызды беріңіз. В общем, былай кім дедің, маған нені көрсетші? Маған бәрібір деймін саған, деймін ба, демеймін ба? Жоқ, мен саған, сен маған дейтін. Вот, сен қызметтесің, мен қызметте емеспін. Вот, когда мен қызметте болам, сол кезде сіздер сөйлеймін. Сен ана погоның шеш, сол кезде сіздер сөйлеймін. Погон киіп тұрсың ба? Маған без разница қалай сөйлесең. Так, лейтенант полиции Жан Темиров Азамат Набидуллаевич, инспектор службы. Азамат. Все, Азеке. Қазақстан Республикасының заң атын айтам. Құжатыңызды бересіз ба? Заң талаптарын орындайсыз ба? Заң талабын орындай. Маған деген дәлелдемесі, яғни доказательство келген уақытта ғана. Олай емес деймін, жүргізуші. Қойш болды, Азеке. Заңның 52-ші бабына сәйкес сізге. Менде, в общем, қазір мында менде куәгерлер отыр, я? Куәгерлер және видеокамера түсіріп тұр, олардың көзінше айтайын. Егер де сен маған доказательствоны әкелмеген жағдайда, Азеке, мен доказательствоға көз жетпейінше документ беруге бас тартам. Бұл жерде куәгерлер бәрі өйсіп отыр, бәрі осылай. Ал енді сен, иә. Полиция қызметкері заң талабын орындайсыз ба? Қандай талап? Заң талап. Заң атын айтамыз. Иә, жоқ, мен заңға бағынамын, мен сондай адаммын. Иә, енді құжатты бере аласыз. Құжатты берем, не себепті? Тоқтату себебін айттың. Иә. Түсіндіңіз ғой, да? Иә, енді маған дәлелдемейсің ба? Міне Мейрамбек, осылай Сізге деп. былай ғой. Ал мен айтам, бүлдірген жоқ деймін ғой. Мейрамбек. Мейрамбек, былай ғой. Жоғары тұрған органдар бар, иә, бізден, иә? Надзорный органдар, иә? Хаттамамен келіспеймін деп жазып беруіңізге болады. Иә. Сот алдында ғой, үшін, сот алдында шешін. Иә, ол сот. Ал дәл қазір сен сотсың, дәл қазір. Мен үшін сен сотсың. Енді сен сот сияқты дәлелдеп беруің керексің. Жоқ, мысал айтам. Мысал емес, заң бойынша ғой, сот. Жоқ, қазір екеуміздің арамызда сенің жоғары дәрежең бар. Маған қарағанда шешіммен сіз келіспеуіңізге болады. Иә, келіспеймін. Егер де сен маған дәлелдемені әкеліп берсең, саған хаттама толтырғанда сен жасады ғой қазір. Дәлелдеме көрсетілді ме деп. Мен нағыл деймін сонда. Дәлелдеме көрсетілді ме деп. Дәлелдемені көрсетеміз, тоқтату себебі айтылғаннан кейін бірінші жүргізуші құжатын береді. Енді мен саған просто документ бере салам ба сонда? Жақсы онда. ПД-дан алып келші көрейік. Просто емес. Мана 2-ші бапты алып келші көрейік. По порядку жүрейікші, жақсы. Ол ПД-да жазылмаған. Енді қайда жазылған? 52-ші бабы. Алып келші енді соны көрейік. Сенде де барлық кітаптар да? Жол қозғалысы заңы. Кітаптар бар ма? Ол деген опубликованы да. Жоқ, енді алып келші. Мен оқымаған шығармын мүмкін, мен бірдеме аңғармай қалған шығармын. Ол для служебного пользования беріледі. Енді алып келші, маған көрсетші, дәлелдеші, сен сөзіңе сенбеймін. Ал жақсы, менде документтер бар ал.
Сенесің бе сөзіме? Мен сізге көрсетуге не имею права? Для служебного пользования деп тұрмын ғой сізге. Жоқ, енді сен қолыма беруге болмайды саған. Жоқ, қолыма бермей ақ қой. Көрсет просто осылай. Мен көзім жетеді любой жерге. Мен сізге қолыңызға да былай көрсетпеймін ғой. Сонда мен білмей тұрмын ал жақсы. Мен бірдемен аңғармай қалыппын ал. айтып тұрмын ғой сізге. Сенің сөзіңе сенбеймін деймін Назыке. Сол, білмей сенбеймін. Погондарың бар ма? Сенбеймін. Мүмкін сен погон шешесің, сенетін шығармын мүмкін. А погоның бар ма? Сенбеймін мен. Талай алдадыңдар сендер мені. Талай алдадыңдар. Потому что сенбеймін. Келіспеуіңізге болады. Мен келіспеймін, так-то понятно ол. Бала, удерживающий устройствосы бар ма? Ол жаққа ораламыз әлі. Сен бірінші тоқтату себебін айт бірінші. Тоқтату себебі сізге айтылды ғой. Иә. Көпірде екі жағында белгі тұр. Басы озуға тыйым салынған деген жол белгісі. Түсініп отырсыз ба? 1/5 тармағына сәйкес жол белгісі тұр ана жерде. Енді сол себептен сіз тоқтаттық. Енді үшінші рет түсіндіріп отырмын сізге. Иә. Тоқтату себебі айтылғаннан кейін заңға бағыну керек. Енді Азыке в общем былай ғой. Заңға бағынасыз ба? Мен заңға бағынамын, иә, оны тыңда. Қазақстан Республикасының заң атын айтамын, сіз құжатыңызды бере қойыңызшы. Жоқ, бермеймін құжаттар. Бермеймін. Мен талабыма бағынбайсыз ба? Дәлелденбейінше, иә. Дәлелденбейінше бермеймін. Дәлелді алып бер болды. Құжатты бересіз ба? Құжатты дәлелді әкелде ғана беремін. Дәлелді әкеп бергенде ғана беремін. Жоқ, бұл дейтін... Сондай. В общем, дәлелді әкел Азыке. Мен шешіммен келіспеуіңізге де болады. Иә, көрсет сосын, иә. Қысқартқызуда. Сонда сен маған қазір документті берсем, документті... Прокуратура органдары, сот органдары. Иә, документті берсем көрсетесің ба? Документті берсем көрсетесің ба? Көрсетемін сізге. Сонда сен документті бермей көрсетпейсің ба? Жол қозғалысы заңында 52-ші бапта бірінші жүргізуші онда в общем былай Азыке. Себеп айтылғаннан кейін құжатын беру керек. Келіспейтінді видеофиксацияны қарау керек. Келіспейтін болса хаттамаға солай жазу. Азыке, онда былай келсек. Азыке, былай келсек онда. Мен қазір документті беруге бас тартам, пока менің дәлелімді әкеліп бермейінше. Болды, бір сөз болсын. Талабымды орындамайсыз ба? Орындамаймын. Орындамаймын, мүшеде куәгерлер отыр. Неге күш қолданасың сен? Лучше бар шақырыңдар нелерді. Мен заңмын. Заң болғанмен заңмен сөйлемейсің. Маған бәрі деймін. Азыке, ей деймін ба, ей демеймін ба, маған бәрі деймін. Біз адам емессіз ба? Сен адамсың, бірақ сен қазір недесің? Службадасың сен қазір. Службада болғанда ей деп обращаться етіп. Маған бәрібір служба бар кезде. Маған бәрібір служба бар кезде. Аш шапка көліне. Аш шапка көліне. Неге? Ашыңыз автокөліне. Неге? Сонда бізде қызметте жүргенде ей деп обращаться етіп. Жоқ, сендер дейтін неге заңмен сөйлемейсіңдер ал? Сізбен не заңсыз сөйлеп тұрмын мен. Заңсыз сөйлеп тұрсың, бірақ по порядку енді қара. Мен саған ей дедім ба? Ей деп тұрсың. Иә, ей дедің ғой да, барлығын көзінше да. Енді ей деген үшін протокол алып келші. Құжатыңызды бере қойыңыз. Неге? Протокол қай жерде толтырылады, айтшы. Осы жерге толтырылады. Иә, енді алып бер, мен саған берем. Алып бер осы жерге. Протоколды алып бер, екі протокол алып бер. Бір протокол манағы нарушение жасады деген пікіріңмен. Екінші протокол әкел, ей деген үшін. Тыңда. Үшінші протокол әкел, сен деп сөйлеген үшін. Болды. Сіздікі естіліп тұр ма? Менікі естіліп тұр ма? Болды ғой. Мейрамбек болады. Мейрамбек болады. Түсінбедім. Мейрамбек. Аға инспектор Абенов Марат. Құжаттарыңыз бола ма? Сіздің құжаттарыңыз бола ма? Болады мен құжаттарым. Сосын манағыда есік жұлып қойын қой, онда камера түсіріп тұр бәрі. Бағынбай тұр. Бағынбасам сен енді басқа шара қол. Так, старший лейтенант полиция Абенов Марат Жаскадырович. Старший инспектор 2020. Все. Рахмет. Неге? Не себепті? Не себепті? Түсіндіріп айтылды. Сіз негізі машинаға бара берсеңіз бұл кісі негізі әлі келеді маған. Мен өзім уақытымды ма? Жоқ, мен нормально, мына кісілер асып тұрмаса енді нормально. Амал жоқ енді, не істеймін енді? Ау? Иә, міндеттімін. Қандай жағдайда? Жол ережесін бұзған жағдайда. Бұзған жағдай емес, былайда бере берем ол былайда. Иә, жол ережесін мен бұзған жоқпын десемші. Айтуыңызға болады, сіз дәлелдеп береміз. Вот дәлелдеп беріңдерші осы жерге. Құжаттарыңыз бола ма сіздің? Марат қой есіміңіз, иә? Мәке, осы жерге әкеп беріңізші. Азекең осы жерге әкеп беруге маған бас тартып тұр. Мен сол себепті документ беруге бас тартып тұрмын. А так былай мен саған визуально көрсетемін только. Қолға бермеймін бірақ.
Mine техпаспорт қазір. Бәрін есік күтеміз ғой, есік Мына жоқ. жерге алып келіп көрсетуге бас тартып тұрған жоқпын. Құжатыңызды бірінші Міне. беріңіз заң бойынша. Махамбетов Мейрамбек Тогузбаевич. А фотоңыз көрінбейді, удостоверение ма? Я удостоверение фотом бит осындай қойған, не істеймін, амал жоқ енді. Мына жердегі бетіңіз ондай емес қой сіздің. Қап-қара болып тұрған жоқ қой. Енді маған ал дейсің, значит документ дұрыс емес деген толтырып берді. Бояп тастаған ба карандашпен? Я мына пленкасы етіп қойған, пленкасы. Қазір ондай бетіңізде карандаш жоқ. Удостоверение көрсетіп жатыр. Жоқ, енді документ дұрыс емес па вообще? А? Документ дұрыс емес па қазір? Документ дұрыс. Бірақ документ дұрыс па, дұрыс емес па, не уверен болып тұрсыздар, иә? Құжатыңызды беріп Иә. Жоқ, неге визуально жарамай ма сендерге? Визуально деген жоқ қой. Жоқ, енді қара. Екі бір пункті бойынша я жүргізуші я екі бір пункті бойынша жол жүру ережесінің Бұзған жағдайда қызметкер тоқтатқаннан кейін себебін айтып, құжатты беру керек уәкілетті органдарға. себебін айтып, Себебі айтылды. және себебін дәлелдеп, Ау, және себебін дәлелдеп. себебі де Мейрамбек. дәлелдеу деген жоқ анда. Мейрамбек, сіз сонда жол ережесін бұзған жоқсыз да сіз, да? Бұзған жоқпын деген оймен отырам мен ал. Оймен әлде бұзған жоқсыз ба? Бір нақты шешім. Без разницы, маған сенбе, маған сенбе. Бұздыңыз ба әлде? Маған сенбе деймін. Мәке, маған сенбе. Құжаттарыңызды бола ма сіздің сұрап тұрмын. Мәке, құжаттарың болмайды, Мәке. Болмайды. Иә, әкеп бер, дәлелді, болды. Құдайға шүкір, мына жерде дәлелдер отыр, куәгерлер отыр, понятойлар отыр. Дәлелдеп береді любой сөзін бағы. Айып өттіңші, апай. Сізге қазақша түсіндірейін ба, орысша? Мен дейтін бар ғой, талай протокол жазған, талай Қазақша протокол тұрған. түсіндірейін ба, орысша? Қазақша әрине. Қазақша ма? Мынау жол жүру ережесі, Мхм. жол жүру ережесі қағидалары. Мұнда жазылған міне екі бір пункті жүргізушілердің Мхм. жалпы міндеттері. Мхм. Механикалық көлік құралының жүргізушісі дейді. Мхм. Мыналарды көлік құралдарын басқару құқығын беретін жүргізуші куәлігін, не жүргізуші куәлігінің орнына берілген уақытша куәлікті жүргізушінің жеке басын куәландыратын құжатпен бірге көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктерін не көлік құралдарын Я не ғой, рұқсаттамасы ғой. Мына куәландыратын құжатты Қазақстан Республикасы заңнамасына белгіленген жағдайларда көлік құралдарының иелерін азаматтық құқықтық жауапкершілік міндет сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисін Иә, немесе тасымалдаушы жолаушы алдында құқықтық жауапкершілік міндет сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисін Я ол не ғой, я. міндетсіз беруге Енді жүре бер до конца, я. Ал. До конца жақсы оқи бер ал. жол парағын путевой-лист яғни Иә. алып жүретін жүкке арналған құжаттар Ол артта ғой, я. және көлік құралын Қазақстан Республикасы заңнамасына белгіленген өзге де құжаттар өзімен бірге алып жүруге және ішкі істер органдарының көліктік бақылау органдарының уәкілетті берілген лауазымды адамдардың талабы бойынша оларға тексеру үшін беруге Беруге, иә, міндеттімін беруге. Сосын ары қарай оқи бер. ішкі істер көліктік бақылау органдарының нысанды киім киген қызметкерлер дауыс күшейткіш құрылысымен ысқырып сигнал берумен бір мезгілде жүргізуші түсінікті және оның орындалу авариялық жағдай туғызбайтындай етіп дер кезінде берілуге тиіс. Көлік құралдарын бағыттары қол қимылмен сигнал беру арқылы көлік құралдарын тоқтату туралы талабы бойынша көлік құралын тоқтатуға. Ар жағында сізге қатысы жоқ ол жаңағыдай. Енді қара, маған ішінде сөзді видео манағы, яғни заң бұзған дәлелі бар ғой. Примечание жазылмаған видео фиксация мында міндеттісіз деп тұр. Мен, енді қара, мен оқыдым видео регистратордан кейін екенін. Және мен талай талап еткенімде маған видео регистратор әкеп берген видео. Кітап бізге жұмыс атқаруға, қызмет атқаруға берілген, яғни бұның ішінде жазылса примечаниесінде жазылса мен сізге көрсетер едім. Мында жазылмаған, мында сіз міндетсіз беруге. Мен міндеттімін, дәлелдеп берген жағдайда, аз екен. Мында жазылмаған ғой сол дәлелдеген жағдайда. Сіз Онда, менің значит, шешіммен, яғни менің шешіммен келіспеуіңізге болады. Келіспеймін. Оны абзал етуге болады, хаттаманы. Енді қара, енді мен документті берем, аз екен. Содан кейін видео регистраторды маған әкеп бересің ба заң бойынша? Сол заңды көрсетші маған. Қай заңды? Енді соны. Мұнда ешқайда жазылмаған көрсетеді деп тұр. Жоқ, мен қырсық тұрған жоқпын. Мәке. Еліп тоқтатып тұрған жоқпыз ғой. Мәке, мен дейтін өшім, ол өздерінің жұмыстарыңдар, иә? Қолына КамАЗдың артындасыз ба? Неге деген сіздер дейтін? Неге сіздер деген онда протокол толтыра бермейсіздер? Протокол толтыра беріңізші онда. Протокол толтыра беріңізші онда сіз. Жоқ, осы жерге толтырасыздар, осы жерге келсін берем. Осы жерге толтырасыздар ғой, какая разница ол дейін? Бәрі бар менде, бәрі бар, страховой, қандай?
Багаж дейді, багаждың не қатысы оған? 27-9 орындан ашам, базар жоқ. Не қатысы багаждың? Не, страховой полис бар. Бәрі әділ. 27-9? Мен багажды аш деп тұр ғой енді. 27-9 депсіз ба? Иә. Не заңда айтып тұрсыз? Багажды ашу үшін протокол досмотр. Иә. Ашылады, ашылады. Мейрамбек, былай документтеріңізді беріп, жөніңізде жүре беріңізші сосын. Мейрамбек, Протоколды алып. бұзып жатқан өзің прекрасно біліп тұрсың. Жоқ, біліп тұрғанда сендер дәлелдеңізші. Біліп тұрсың ғой, дұрыс па Мейрамбек? Вообще мен күмәнім бар жолды бұзғаныма дейсем. Сізге жала жауып тұрған жоқпыз. Иә, жолды бұзғаныма күмәнім бар дейсемші. Егіз енді өзіңіздің еркіңіз ғой, мен сізді ерік тоқтатып тұрған жоқпыз сізді. А сіздер 100% уверенсіздер ма мен неме бұзғаныма? А мен сөздеріңізге сенбеймін әке. Сенбей-ақ қойыңыз енді. Енді дәлелдеп беріңізші, мен бүйтейін. Мә, мен бұзыппын ғой да шынымен де, е-мое, мә жақсы енді протокол отындай төлейін дейді. Болды. Жоқ, сөйдейін деймін, сөйтіп айтайын. Мен көз жеткізейін өзіме. Сіздің екінші заң бұзғаныңыз анықталып қой қазір. Ол дейтін, оған бөлек толтырасыз, оған асықпа, оған бөлек толтырасыз. Иә, оған причина керек оған. Яғни толтырған. Жоқ, Мәке. Жоқ, Мәке. Мен еттік шықпаймын ғой. Мәке. Мейрамбек, Мәке. Иә, Мәке, түсінттім бәрін сізде. По порядку болсыншы. Көз алдыма дәлел әкеп беріңіздер, мен сосын толтырамын да. Бәріне келсем, бәрін төлейін, жүре берем. Жолымен. Мәке, рас. Жоқ, требуемсің орындамайым демеймін, орындаймын. Мен бағынам заң. Сіздер қазір үлкенсіздер менен. Бағынам. Маған әкеп берген жағдайда. Мәке, бір нәрсе ғой түсінетін болды ғой. Мейрамбек, сіз бағынбай тұрсыз қазір. Бір-бірге қырыспай енді әкеп берсеңдер айтып қорқымнан сұраған заңды болса солай. Не? Мына біз жолдан қалдық, мына баланы доғдыр алып жатыр едім мен. Регистрация жазып қойған. Мәке, берем. Дәлелді әкеп берген жағдайда. Сізге заң атынан требовать етіп тұрып қой. Енді білем ғой, енді сіздер енді өздеріңіз емес екен, түсініп тұрмын ғой бәрін. Сіздің талабыңызды орындадық па біз? Құжатты көрсетіп па? Жоқ, ол енді ладно, оны ондайсыздар ғой екібастан. Заңды талабымызды орындадық. Енді мына маған әкеп беріңдерші деген талабым орындаңдаршы. Әкеп беріңдерші. Иә. Жақсы, әкеп бере қоясыздар ма? Тоқтату себебі дұрыс па? Тоқтату себебі айтылды ма? Иә, себебі айт. Енді бойынша тоқтату себебі айтылғаннан кейін құжатты беру керек. Қарашы. Сосын Азеке. дәлелдемені қарауыңызға болады. Иә, Азеке, қарашы. Қарамауыңызға да болады. Ладно, Азеке, қарашы. Мысалы мен келе жатырмын, иә? Келе жатырмын абыш. Бір сізден қызметкеріңіз тоқтатады. Мен түсінбеймін, неге тоқтатады ма деп тоқтаймын. Осылай сіз жол ережесін бұздыңыз дейді. Мен қандай дейді, осындай дейді. Мен бұзбаған сияқты едім. Біз болған жоқпыз. Жоқ, мысалы. Сосын мен айтамын. Сосын мен бұзбаған сияқты едім, қалай болып кетті десем, сіздер бұздыңыз, в общем, әкел демейді ғой енді. Ой, логикалық түрде, даже заңды алмай қойшы, логика түрде. Мен сізге бұздыңыз, әкел деп тұрған жоқпын. Енді сөйтіп айтыпсың ғой. Беріңіз деп тұрмын. Не себеп десем, сен бұзды депсің Азеке. Дәл сөздерді айту керек, әкел деп тұрған жоқпын. Енді. Құжатыңызды беріңіз дедім. Иә, енді беріш деген ғой, енді былай жаргонмен айтқанда беріш деген ғой. Жоқ, Азеке, давай сөзге қадалмай қойық, а? Бір сөзге қадалмай қойық. Сөз айтсам, сол сөзге сіз жоқ, мен қадалмаймын. Маған бер, сен қадалып тұрған негізінде дегенге сіз қалай сөйлесіп тұрсыз мен деп солай айттым ғой басында. Видео записыңда бар шығар. Иә, бар, иә. Демеңіз дегенге. Ладно, жақсы, сен тілмен сөйлейік, жақсы. Жақсы, сіздердің мемлекет сөзге солай айттым. Иә, сіздердің мемлекеттік тілмен сөйлесейік, жақсы онда. В общем, сіздер құжаттарыңызды беріңіз мында деген жағдайда мен бересің. Бізге бәрімізге ортақ. Енді маған дәлелді әкеп беріңізші көшеге. Біздің тіл дейтін болмайды, бәрі ортақ тіл. Иә. Мен ауылбайский тіл мысалы. Жаргон ауылбайский. Ауылбайский тіл деген бөлек тіл машина. Жаргон енді мана бөлек деп тұрсың сен. Бөлек мен сізге бөлек деп беш пен беріңіздің арасы. Заң шеңберінде сөйлесейік деп тұрмын мен сізге. Ол сіздер сөйлеңіздер сөйтіп. Ал маған бәрі қалай сөйлесем де. Мен дейтін қазір қызметте жүрген жоқпын. Вот қызметте жүрейін, сол кезде сөйлесем. Қызметте жүр деп бізді сонда солай деп обзывать етуге бола ма сонда? Болады деп ойлаймын. Болады деп ойлайсыз. Сіз болмайды деп. Жоқ, сіз болмайды десеңіз. Мен сізді мен азаматтық киіммен жүрмейміз да бізде. Сіздер вот гражданкамен жүріңдер. Менен қонақ жайдың көрмейсіңдер. Форма кидіңіздер ма? Менен басқа сөз кетесіңдер уже. Форма. Жоқ, осындай. Ей, сен
мына видеоңыз бар ғой, опубликовать етсе, мынау вопрос общественного резонанса ғой, білесіз ба? Енді ладно, бәрі білесіздер, сіздер де запись жүріп тұр. Мен білесіздер, Махамбет Мейрамбек екен. Визуально көрсеттім. Сіздер обжалование жасайсыздар. Тұлсарыңкі? Мен қашпаймын. Мен қашпаймын ешқайда. Намысымызға тиіп тұрсыз. Қандай? Сонда бұл жұмыс жасама деп тұрсыз ба сонда не? Жасай беріңіздер. Форма кигенде деп сөйлесеңдер. Жақсы. бір минут айтып жіберейін, иә? бір минут айтып жіберейін. Сіз намысың вообще қозғамай қойыңыз бұл жерге. Сіздер қызметтесіздер. Бізде де ар намыс бар, білесіз ба? Вот, шешіңіздер, граждан киіңдер. Сол кезде намысты қозғандар. Тигізіп айтпаса, форма кисеңдер, деп айтам деп. Ол енді ол сізге айтам ба, оған айтам ба, бәрі. Семьямызда сұрап отырып. Азеке, олай өзіңіз түсірмеңіз, Азеке. Өзіңіз түсірмеңіз, Азеке. Кірдік, өзіңіз білмей еш. Азеке, нормально. Енді қараңыз, Азеке. Жақсы, айып етпеші, Азеке. Балдар ойып тұрмай бұл. Деген үшін протокол толтырып жіберші, жақсы. Сізден кешірім сұрап, сол протокол үкіметке төлей қойыншы. Бір сөзге қатап қалып. Өз уақытыңызды өзіңіз алып тұрып. Мейрамбек, құжаттарыңызды беріңіз. Бана көрсеткенде, бана электронный видео протоколды толтырып, келіспесеңіз сол жерге обжалование Біз апарттықсашы сосын. 5 минут уақытыңызды алады. Енді әкелші протокол толтырайық. 3670 теңге штраф төлейсіз сол үшін. 3000 теңге мен дейтін бар қазір, мен проблема емес, барамды төлеп тастаймын, маған дым емес. Өзіңіздің уақытыңызды өзіңіз алып тұрсыз. Ана обычно адамдар былай істейді ғой, білесіздер ма? Ана милиция қызметкері тоқтатқанда өзі түсіп бар, өзі бәрі бүйтіп брат дейді ғой. Енді мен олай істей алмаймын. Сол себептен мен төлеймін бар. Мен сізге келдім ғой, дұрыс па, таныстырдым. Төлеймін бар, Азеке. Мәке, Азеке. 15 минут берсіз. Жоқ, мен издевать етпеймін. То, что қазанның асты қап-қара екен, бәрі біледі ғой. Не қап-қара айтыңызшы. Қазанның асты қап-қара екен. Жоқ, білмеймін, просто айтып жатқанмын ғой сөзге. Қалай просто білмесең айтпаңызшы. Жоқ, қазан асты қап-қара ғой, енді күйіп алды ғой. Қазанның қандай? Жоқ, жалпы былай метафор ғой айтып жатқан. Метафор? Онда біз сосаңыз бірдей емес қой, дұрыс па? Енді бәріміз бір қорадамыз ғой. Бәріміз бір қаяқтамыз ғой. Ал. Жоқ, енді әке қараш. Әкеп берші дәлелді. Андай болды ғой, андай ашуланып кетіп, мәш деп әкеп берші. Мен сосын бере қояйын, жақсы. Жоқ, жалпы мысал. Болмайды ғой. Мысал айтып отқан, мысал. Сіз ашуланып кетіп бере салыңызшы құжатыңызды. Маған да болмайды неге ашулануға. 3600 теңге төлеп. Маған да болмайды, Азеке ашулануға. Рас айтамын. Маған да болмайды ашулануға. Манадан бері ашуланып кетсіз. Жоқ, мен просто сөйтіп төлесем. Жоқ, провокатор емеспін, құдай сақтасын. Провокатор емеспін. Формуларды шешіп, қонақжай күтіп алайын, базар жоқ, ол жағын сыйлаймын. Бірақ форма киген кезде мен осыны уақытта өмір кездестірер. Кездестірер, бірақ та андай форма киіп тұрған кезде менде андай бір қосылып кетеді, андай бір өзінше болу деген қосылып кетеді, айыппен де. Айдан көп таяқ жеген бар ғой. Көп таяқ жедім, рас айтамын, сіздерден бар ғой. Содан кейін қорқамын сіздерден. Құлсарынан таяқ жедім, содан кейін кілтеп алып. Балдардан жедім ба таяқ? Жоқ, сіздерден. Сіздерден? Неге шағымданбадың ба енді? Жоқ, мен ондайға жоқпын, шағымданбаймын. Жеті жолдықтың. Рас. Мана көрдіңіз ғой өзің, көрмейін шығарсың, іштегілер отыр, я. Есің кілтеп қойдың, алдын ала Азекең дейтін тек жұлқылап отыр тек. Қалай қорықпайсың енді, мәке, айтшы. Сіз мысалы өйтіп отқан жоқсыз, Азекең сөйтіп отыр мысалы. Негізі көрпе отношениеден басталады ғой. Сол ғой енді, есің жұлқылап отыр, уже мен қорқып кеттім уже бағында. Қорқып кеттім. Заң жүзінде бар ғой, сізді қолдан шығарып алуға. Тауық шықпайды. Сіз шық десеңіз де шығам, Азеке, шық десеңіз шығам әрине. Талауыңыз орындаймын. Азеке, мен бетекші. Мына клиенттерін жіберсінші, мына біздер кетіп қалайық. Мейрамбек. Қай жаққа? Енді алыңдаршы енді, жақсы алыңдаршы. Көшеден бар ғой, алдыңызда 5 километр жерде стационарный пост тұр. Сол жерге барып жете қойған. Енді сол жерге барайық онда. Сол жерден тоқтатайық, мен походу мына кісілерді мінгізіп жіберейін онда. Камера түсіріп тұр, бәрі неше адам бар? сіздер дейтін. Неше адам бар? Автокөлікте неше адам бар? Жоқ, қарай қойыңызшы. Мына жерде кірем, балам, мен отырып қара, несі қарайсың ғой. Мынау тауық. Сатып алып жатқан. Білесіңдер ғой, ішін қарау үшін, багаж қарау үшін не толтыру керек екен. Визуально қараңдар, визуально қараңдар. Отырып жүрейін дегенсің, біз көмектесіп отырып жүрейін деп тұрық қой. Өзім де отырғыза аламын, өзім де күшім келеді. Уайымдамай ақ қой. Рахмет. Не істеп жүрме? Вопрос көтеріп жүрмеңіз деп жатқаным ғой, кісілерім қалып қойды деп. Жоқ, рахмет.
рахмет көмектесем деп былай пікірленіп тұрғаныңа рахмет көп. Осы жерден құжатты бересіз ба? Жоқ, менің пікірімше иә, сізде дәлел жоқ сияқты. Бар дәлел. Меніңше жоқ сияқты бар ғой. Дәлел болмаса келіспеймін деп жазып беруге болады. Иә, жоқ. Әкеліп берсе ғана мен дейтінмін. Конституция Негізі бар ғой, иә, жоқ сияқты мен өзім пікірім бар ғой, сізде де бар ғой. Азеке. сияқты. Иә. И менде андай ой, мен бұзбаған сияқтымын, что-то заңда бар ғой. Камера, иә? Камера бар ғой. Иә, ол Бір ладно. сағат бойына қосылып тұрады. Иә, ол жақсы болды. Енді былай беседадан сөйлесетін ғой. Мен өтірік айтсам, Жоқ, камера өтірік айта Иә, иә, әрине, әрине, білемін. Бірақ мен сізге жалал жауып тұрған жоқ. Да. Ой, мына Шиш. Рамбек, Иә, иә. құжаттарыңды беріп, білмеймін, сағат Иә. түскенде жүрмей жүріп осыдан шықтық неде. Мәжден тұр. Рамбек, Ау? қоя қойып, сізден сұрап тұрмын. Мен қырсығып тұрмын ба мен? Мәке, қарашы мен неге қырсығып тұрмын? Мен дәлел сұрап тұрмын, болды ғой. Провоцировать етпейді. Былай, Кім сізді ма? Білмей тұр ғой, білмей. Мәке, мен сізді провоцировать етқан жоқпын, Мәке. Мәке, әкеліп берші дедім дәлелді. Болды. Кетейікші осы жерден. Мен де асығып тұрмын. Айналайын жіберші, баламды доудырға апаратын едім. Рамбек, Запись от қарасын, әкеліп берсін от. Болды ғой мен не? Мен қырсығып тұрмын ба? Мен или ау деп тұрмын ба? Мен түсінбеймін, Мәке. Мен дәлел әкеліп бер, көрсет. Мен берем. Просто мен талай штраф төледім, Мәке. Қарасаңыз баздан. Сол кезде бәрі әкеліп береді маған. Білмеймін сіздер неге әкеліп бермей тұрғандарыңыз. құжаттарыңды бересіз, ә? Болса қадалып қалады, апай. Бір штраф бар, сізге екінші жазып береміз, қазір іште. Енді жақсы. Маған бәрібір он, қойды он. Маған бәрібір. Вот просто бірінші себеп тоқтатқан нәрсенің дәлелін әкеліп берші, болды. Құжаттарыңызды бүгін шеш. Вот сіздер сияқты провокатор бар ғой. Сізге артық сөз тұрған жоқ. Енді жоқ, просто сіздер тыңдамай тұрсыздар ғой, вот именно. Сіз заң талапты орындамай тұрсыз. Бір сөз тек қадалып қалатын болса. Мен орындап тұрмын десем, қайтып сөйлейді 5 минуттан кейін. Бізді жіберіңдерші, айналайындар. Ya апа жібереміз ғой. Енді мен мына балам сағат болып қалды, мен сағат 1-ге жазып қойдым. Мына авангардқа барғанша қайда? Қырсығып тұрған документ бермейді. Қалай қырсығып тұр? Сен провокация жасапсың дәл осы жерде, міне провокация. Қырсығып тұр. Мынау қырсықпаса болса. Апа деп тұрмын ғой. Жібереміз деп тұрмын. Айтса жібереміз деп тұрмын. Енді мен сонда не, апай жіберіш үшін де берейін ба документті? Бермей-ақ қой. Онда не провокация жасап тұрсың ана жерде бүйтіп. Апа деп апаға түсіндіріп айтып тұрмын, асық тұрмын деген. Енді мен баламды айттым. Оң, өзімде айтамын мен оған апай. Жақсы, ал апай сізге правосын не істейді айтады. Айтшы апай, жібере саласың ба деп. Жібере саласың ба? Жіберем. Айтшы, апай айтыңызшы. Анам сияқты адам, мен жіберем. Апай айтыңызшы онда. Жіберем, документтеріңізді, құжаттарыңызды беріңіз бірінші. Неге? Неге? Жол ережесін бұзғасын. Енді дәлелін әкеліп берсейші енді. Мәке. Сізге айттым, құжаттарыңызды беріңіз бірінші. А мен сенбеймін сізде дәлел бар екеніне. Жоқ. Қарны ашты ма? Сабақтан қалдым. Мына қазмұнайға жеткізіп тастаңдаршы, айналайын. Қазмұнайдан жеткізіп тұрып отырды негізінен, стационарный ұстағанда. Қасына тұршы. Сағат 30 минут болды уже, 30 минут. 30 минут дейді. Енді қайда кеттің ғой? Запись алмайды, запись жоқ записін. Жаңа не ғой бұларда? Кім Мейрамбекке шағыл ғой? Мынау? Жоқ, уже көрсетіп, бұл бар көзім көреді. Бізде ма? Иә. Қарашы, сізге көрсетіп тұрмын. Иә, жоқ, мен не көрсетпей ойладым мен. Иә, енді. Басып отырып тұрғаныңыз. Иә, оның артындағы записі.
менікі тек 0-11 ғой да менікі Да. вот осы жерде баз өсіп жатқан қай жерде тұр Міне бас өсіп кетті. жоқ мен просто бүйтіп не шаға сам бүйтіп шоқалақтан қашқан шағым Ана полосадан орналасып отыр солға қарай. енді вот сол орналасып жатқан кезім болды ғой бүйтіп визуально күшті жатқандай сондай фото керек Сондай фото керек еді. Алдыңызда ладно мә протокол әкеле бер түсіндім Қайсы протокол? жоқ әкеле осы жерге протокол беремін беремін қашпаймын азеке әкелші протоколды беремін ғой азеке мен дейтін қашып жатқан жоқпын адамдар сыртта тұр клиенттер негізі заңда машинаға келу керек мен оқымаған немін бірақ хабардармын апай ол логика ғой оқып керек емес ол оны неге қажет жоқ мысалы дәлел жоқ апай мен түсінбеймін да дәлел бар ғой мәке көп тұстар ғой неге сразу әкеле қоймайсыздар деймін да Беруге тиіссіз. тиістімін ғой мәке енді беремін Сіз неге бағынбай тұрсыз? жоқ енді қара мәке енді бермеуге қақым жоқ вот себебі неге себебі дәлелін көрдім уже болды мәке осы ғой мен атак былай қырсықпай құрсын не дейтін Асығып кетіп жатыр деп тұр иә, апа артында. енді мен мәкең ештеңе Айтса қазақшылықпен иә, әкеміз бар, біздің шешеміз бар. Айтса былай деп түсініп жібереміз. Асығып жатыр деп тұрған ана. Біреу өлімге асығып жатыр, біреу басқа жерге асығып жатыр. Сонда жолда жүргенсін әртүрлі жағдайлар кездеседі. Қашал десе баса алмаймыз. дұрыс айып өтпеңіз Олай болмайды. Айып өтпеңіз мен вот қырсығу дейтін Қарсында айтайын. қырсығу дейтін сөз провокация қырсығу дейтін сөз провокация Саған провокация сен жасап тұрсың. Мына қарашы, сіз тоқтатқанда қараптан қарап тоқтатсақ, иә, айтшы. қараптан қарап тоқтата бересіздер Тоқтатпаймын мен қараптан қарап. тоқтатады талай видеом бар ішінен тоқтатқан форма кисеңіз сізге сенбеймін рас айтамын шешсеңіз бәлкім мәке деп сыйлап сізге сенемін бәлкім ал айып өтпеңіз ол үшін иә ертең папаңнан кіші ғой Sizde қандай телефон? Nasıl telefon bizde? Апай шын жүректен айып өтпеңізші апай иә тез апарып тастайын апай иә менде негізі 12-де сабағым бар еді үлгере алмай қалдым Қазақша орысша қазақша қандай құжат керек Барамыз